Тәжікстанның границасынан Өзбекстанның границасына өттім. Енді Ташкентке шейін такси тоқтату үстіндемін. Тәжікстанның границасы Фотихабодтан өте оңай, 10 минутта өттім десем де болады. Өзбекстанның границасы КПП Ойбек көп тексерді. Әлі жаяу жүріп келе жатырмын. Ешқандай такси тоқтайтын түрі жоқ. Границадан 5 мыңға шейін Букаға шейін такси алып кетті. Арман қарай 5 мыңға газельге отыра аласың деген. Көп рахмет, мені бесплатно жеткізіп тастады. Букаға келдік, Ойлық базарға шейін 7 мыңға келістім. Ташкентке де жеттім. Ойлық базарындамын, енді хостелға аттанамын. It was one love, but our love isn't true love anymore. Our love was a strong love, was a sweet love. It was one love, but our love isn't true love anymore. Алматыдағы Арбатқа өте ұқсас. Дәл қасымда қазір менімен бірге Вадим. Ауыл. Our love was a strong love, was a sweet love. It was one love, but our love isn't true love. Чорсу бойындағы Mirzo and the Breakfast деген хостелге аттанып барадым. Mirzo and the Breakfast хостелінде Бельгиядан келген туристермен танысқан болатынмын. Араға 2 күн салып, Алматыда Фанфилд паркінде қайта кездесіп жолықтық. Ташкент хайуанаттар бағы 1924 жылы салынған. Аумағы шамамен 30 гектар. 3000-нан астам жануарлар, 600-дей құстардың түрі кездеседі. Егер шынына келетін болсақ, мен бұның жартысында көрген жоқпын. Өйткені көп торлардың ішінде жануарлар жоқ болды. Өзбекстандағы және орталық Азиядағы ең үлкен базарлардың бірі ол Чорсу. Чорсу базары өзінің тарихын сонау жібек жолынан алады. Әлемдегі ең көне Құран кітап сақталған жерге барадым.
дәл артында тұрған ғимараттың ішінде әлемдегі ең көне Құран кітап сақталған. Сағат таңғы 8 мен хостелден шықтым. Енді келесі блок центрге баратынмын. Бес күн болды блок центрге жете алмай келе жатқаныма. Блокқа қашан жетем? Өзім таңғы асымды бүгін пловтан бастадым. Комментарием «Вау!» дейтін эффект жоқ. Өзбекстанға келгелі қызық жайттар болып жатыр. Ақша бұяқта өте құнсыз. Ең бірінші қолыма сомды ұстаған кезде бірандай ойыншыға ақша ұстаған сияқты болып жүресің. Типа монополия ойнап жүрген сияқты. Қазір мен репрессия құрбандарының музейіне баратынмын. Билет құны 2,5 мың сум. Суретке түсіру 5 мың сум. Видеоға түсіруге болмайды. Бірақ мен түсірдім. Репрессия құрбандарының музейі 20 ғасырдың 30 жылдары жаппай өлім жазасына кесілген репрессорлердің орнына салынған. Музей 10 бөліктен тұрады. Яғни 19 ғасырдан бастап Өзбекстан Республикасы өзінің тәуелсіздігін алғанға шейінгі тарихы бейнеленген. Бүкіл жерді аралап біттім. Ташкентке сапарым аяқталды. Қазір төмен қарай түсіп баратырмын. Сол жақта даамастар жүреді дейді границаға шейін. Автовокзал Тарханға келдім. Бұл жерден кешкі 6 немесе 7 арасында Ақтөбедегі барлық базарына шейін көптеген автобустар қатынайды. Билет құны 2,5-нан 3,5-ға шейін екен. Сағат 3 автобус 6-7-лерде жүреді. Сондықтан мен түскі асты осы жақыннан ішіп алуға бел будым. Мен бүгін Алматыға келдім. Тәжікстан мен Өзбекстандағы саяхатым осымен бітті.